Ассалаумағалейкум, құрметті халқым. Бүгін сіздерге ең керемет сабақты өтейін деп отырмын. Кеттік. 1688. Бұл 1688 жайлы. Бұны өздеріңіз Плимарттен не басқа жерлерден скачать етіп түсіріп аласыздар. Түсіре алмаған жағдайда осы видеоның астына телефон нөмірімді қалдырамын, сол жерге WhatsApp-қа жазсаңыздар, қалай түсіру керек екенін айтып жүремін. Бұнда біз біріншіден нені үйренеміз? Біз біріншіден тауар таңдауды. Осылай түсірген кезде кез келген тауарды мұнда атын жазып, атын жазамыз. Не ағылшынша жазсаңыздар да болады, не басқаша. Кез келген тауарды осылай тауып алғаннан кейін бұның сапалдығын қай жерден білеміз деген кезде мұн жақта былай түсіріп келеміз. Бұнда жұлдыздар тұр. Мінекей, бұнда жұлдыздың белгісі тұр. Сонда мұн жерде пікір қалдырған осы алғандығын білдіреді. Мұнда неше жылдығы, одан кейін өздеріне берген дәрежесі, міне 5 жұлдыз. Мынау ішкерлей тауарды көру. Мынау міне осы сатып алған адамдардың 51% қайта айналып кеп алғандығы. Мынау 90 күндегі 44 адамның сатып алғандығы. Мынау біріншіден тауардың характеристикасының таныстырасын 2% артқандығы. Мынау осы өнімнің 1% жоғарылағандығы. Мынау тауар тасымалының 31%-ға дейін барғандығын көрсетіп отыр. Так, енді біз мынаның ішіне кіреміз. Қысқадан нұсқа. Бұның ішіне кіргеннен кейін бізге керекті осы тауардың барлық тауары қандай осыны білеміз. Міне осы күйінде бәрі тауарлығы осында екен. Бұл жаңа шыққан тауарлар. Мынау тауардың саны, мынау жоғарыдан төмен, төменнен жоғары сандарды білдіреді. Мінекей біз жаңа шыққан тауарды бастық. Бұдан 124 адам алғандығы. Мұнадан неметке адам алған жоқ. Соны көрсетіп отыр. Міне сатып алынған санына қарай. Мұнан қанша адам алғандығын көрсетіп отыр. Мұнда да сондай ең көп алған адамдарын рейтингке шығарады. Міне бағасына қарай.
мынау ең арзан баға. Тағы бір бассақ ең төмен бағаны көрсетеді. Ең арзан баға 23 юаньнан, ең жоғарысы 85 юань. 85 юаньміз ошақтың теңгесімен 8000 теңгеге таяп шығылады ғой. Так, осылай екен. Қайтамыз, одан кейін мынау осы компанияның шығаратын тауарлардың түрлері. Мынау болса заводтың өзін таныстыруы. Аты, компания қай қалады екен, бәрін характеристикасы мында бар. Мінекей, бірінші заводтың аты, екіншісі міне завод екенін білдіріп тұр. Міне адресі, шығаратын нәрселерін, қанша тауар, міне 89 тауар шығарады. Мінекей өзінің алған марапаттары, міне жұлдыздар белгісі. Мынау толымды деген 5 дәрежелі. Бұндай 5-ші дәрежелі. Кім көрінген ала бермейді. Одан керек болса, мына байланысқа шығу. Міне связьға шығып, мына видео отчет жіберсе де болады. Осылай сөйлесесіздер. Так, мынау телефон нөмірін осы жерден алып, WeChat арқылы сөйлесуге болады. Мынау соның адрестері. Міне, Қытайда қазір коронавирус тараған себепті бұл заводтармен байланысқа шығу біраз қиындау. Жалпы осындай екен. Видео ұнаса лайк басып, комментарийға пікірлеріңізді қалдырыңыздар.